Ассалаумағалейкум достар, қаз дауысты арнасына қош келіпсіздер. Видео ұнаса каналға жазылып лайк баса кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Бақытты неге деп күйеуі қызметші сияқты қарапайым, ал әйелі оған патша сияқты байланыс жасағаны. Сіздің іздегеніңіз сізді де іздейді. Организм қорыталмаған ас оны жеген адамның өзін жейді. Сондықтан жеп отқан асыңда дұрыста. Адамдарға сені жібермейтіндей жақын бол, болмаса сені ұмытпайтындай алыс бол. Улы жыланды қанша аймалап баптасаң да табиғатына салып сізді улайды. Ішің ауырғанда тек ауру адамға ғана айт, сау адам сізді түсінбейді. Неге теңізіне кірмес бұрын, мұхиттай сабыр жи. Жақсы мадақ деп, сіздің ешқандай пайда келтірмеген адамыңыз айтқанда айтамыз. Жалғыздықтың ең нашары сізді түсінбейтін адамдардың ортасында қалу. Балшық суға киім жуып, тазартам деп дәмеленбе. Басыңды тым жоғары көтерме, әйтпесе басыңа түкіреді. Тым қатты да түсірме, басыңды шоқиды. Өзге адамның сіз туралы жақсы немесе жаман ойда екенін білгіңіз келсе, өзіңіз ол туралы қандай ойда екеніңізге қараңыз. Шарап біздің досымыз, бірақ онда зұлымдық өмір сүреді. Ішсеңіз, көбісі у болып, азғанасы дәрі болып бойыңызға тарайды. Адам таңғажайып жаратылыс, байлығын жоғалтса қайғырады, ал уақыты келмеске кетсе, оған бәрібір. Күніге сіздің қолыңыздағы барды, күніге басқалар Құдайдан сұрайды. Жақсылық жасаудың мәнісі, оны жасырын жасап, басқалар ол туралы білгенде, сен оған ұялып қалмауың. Уайым бұл аурудың жартысы, сабырлық бұл денсаулықтың жартысы, шыдамдық бұл айығудың бастамасы. Шығатын жерді кейін іздегің келмесе, кіретін жерге жақсылап қара. Өз кемшіліктеріңізді достарыңыздан сұрамаңыз, олар ол туралы айтпайды. Одан сіз туралы жауларыңыз не дейтінін біліп алыңыз. Бізде бір тіл, екі құлақ бар, аз сөйлеп, көп тыңдау үшін. Мен сөйлегенім үшін жиі өкінемін, бірақ үндемей қалғаныма сирек өкінемін. Өткен шақты тым қатты ойлай бермеңіз, бәрібір онда қайтып бара алмайсыз. Отан деген ол өзіңді еркін сезінетін жер. Тікендеріне жараланбай, раушанды үзе алмайсың. Шын дос деп сөйлескенде іш пыстырмайтын, сізді ұмытпайтын, қиындықта да, қуанышта да өзгермейтін, басқалармен де, сізбен де бірдей байланыс жасайтын адам. Сараңдықты жүректен аласта, ешкімнен еш нәрсе күтпе, сонда саған бұл өмір өте жомарт сияқты болып көрінеді. Неке ағаш сияқты, мықтылығын шуақты күндерде емес, буырқанған дауылы күндері көрсетеді. Жауыңнан жасырғанды досыңа да айтпа. Сіздер мәңгі дос болып қалатындарыңызға ешкім кепіл бола алмайды. Біздің астамсып кеткеніміз соншалық, өзімізді аң мен құстың патшасы деп атауға тайынбай қалдық. Ауыр қиындыққа душар болғанда, туға жастарда, о Құдай,
мен қиындыққа душар болдым деме. Ең дұрысы, құдіретті Құдай менімен де. Білгеніңнің бәрін айтуың керек емес. Қолыңдағының барлығын көрсетуің керек емес. Досыңның барлығын мақтауың керек емес. Саналы адаммен дос болыңыз. Ақымақ дос ақылды жаудан да қауіпті.